Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз сіздермен осындай зиянсыз және де супер үнемді гельді стирки жасайын деп жатырмыз. Видеоның соңында осы гельді жасауға қанша теңге жұмсайтыныңызды айтамын. Сондықтан видеоны до конца көріп, лайк басып, коммент жазып қалдыруды ұмытпаңыз. Ал енді гелімізге оралатын болсақ, мен өзім біраздан бері қолданып жүрмін. Біріншіден, денеге аллергия бермейді. Екіншіден, кірді жақсы кетіреді. Үшіншіден, өте экономды. Төртіншіден, суды жұмсартып, кір жуғыш машинаңызды тазартып отырады. Сонымен осындай супер гельге бізге не қажет? Не бәрі сабын мен сода қажет болады. Әркім өзіне ұнаған сабынды және де соданы қолдануға болады. Мен не үшін дуроды алдым? Өйткені маған иісі кішкене шығып тұрған ұнайды киімде. Және соданы алатын болсақ, кальцинированная сода. Бұл стирка, уборка, мытье посуды, смягчение воды деп жазылып тұр. Суды жұмсартып, судың құрамы жұмсартып, кір жуғыш машинаңызда накип жиналмайтын болады. Яғни колгонның рөлін атқарады десек те болады. Мінекей осындай ұнтақ. Бұл пачкаде 600 грамм. Сізге 12 литр гель жасауға жарайды. Ал енді бұл гельді қалай жасаймыз? Ең алдымен газге қоятын ыдысыңызға сабынды қырғыштан өткізіп аламыз. Бізге сабынның тек жарты бөлігі ғана қажет. Мен жартысына дейін белгілеп алдым. Соған дейін ғана өткізетін боламын. Енді үстіне 2 литр су құямыз. Міне менде мөлшер ыдысым 1 литрлік. Біріншісін құйдым. Енді 2 литр. Суды құйып болған соң жақсылап араластырып біркелкі етеміз. Содан кейін газға орташа отқа қойып, толықтай ерігенше қозғаймыз. Судың қайнауы қажет емес. Ерігенше қозғасақ болғаны. Сабынымыз түгелде ерігенше осылай араластырып тұрамыз. Мінекей уже түстері де өзгеріп, әдемі түске еніп жатыр. Геліміз қайнауға жақындап қалды. Мінекей енді кальцинированный соданы алып, мінекей трубаны тазалауға, кір жууға болады, посуда жууға болады деп көрсетіліп қойған. Осыдан енді 2 ас қасық үйілген 2 ас қасық саламыз. Жаймен біртіндеп салып қозғайтын боламыз. Мінекей геліміз түсі де өзгеріп, көпіріп бастады. Осылайша араластырып, содамыз толықтай ерігеннен соң плитадан алып салқын жерге қоямыз. Мен ашық тұрған терезенің алдына қойдым. Геліміз қазір сұйық болғанымен суыған кезде қоюланып беті қататын болады. Мінекей 3 сағаттан кейін көргенде осылай беті қою, асты осындай гель болып тұрды. Мен камерамды қоспаппын, бұзған кезде беті прям мұз сияқты қатып тұрады. Енді мынау 2 бөлек массамызды блендермен қозғап аламыз. Блендермен жақсылап езген кезде біркелкі массаға айналады, кәдімгі әдемі гель болып шыға келеді. Өзіңіз ойлаңызшы, дәл осындай гельді біз дүкендерден қанша теңгеге алып жүрміз? Сіз де дәл мен секілді осы гельді үйде жасауға болады десе сенбейтін едіңіз. Мен де кезінде сенбегенмін. Міне енді қанша уақыттан бері өзім қолданып жүрмін. Мінекей осындай әдемі гель болады. Иісі де теңіздің салқын иісін беріп тұр. Міне менде 2 литрлік гельдің босаған ыдысы болған. Соған құямын. Қалғанын майонездің, қаймақтың босаған ыдыстарына құйып қоямын. Барлығы болып менде 3 литр гель дайын болды. Жуатын кірдің көлеміне қарай осы ыдысқа 200 немесе 250 грамм қосамын.
Енді осы 3 литр гелді дайындауға видеода көрсеткендей, көрермендер, небәрі 280 теңге ғана жұмсалды. Сіздер де осылай зиянсыз гелмен пайдаланып, денсаулығыңызға әрі қалтаңызға пайда әкеліңіз. Келесі видеоларда балалардың киімін жууға арналған балалар гелін жасайтын боламыз. Олай болса, келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыз.